Егер де мына оқырманымыз Криштиану Роналдоны бірге бір жеңсе, $1 миллион ұтып алады. Бүгінгі видеода футбол тарихындағы ең үздік футболшының өз оқырманымен бақ сынағанын көретін боламыз. $1 миллион бүгін Халид әлемнің ең үздік футболшымен жарысатын болады. Оның есімі Криштиану Роналду. Халид, ойлап қарашы, сен Роналдомен жарысайын деп жатсың. Мен Мистер-Бистің сәттілік әкелетін футболкасын киіп алдым. Ол менің басты жанкүйерім. Ол сенің жанкүйерің бе? Халид, сен өзіңнің не айтып отырғаныңды түсініп отырсың ба, бро? Жарыстың ережесі өте оңай. Егер де кім қақпа бағанасында тұрған 3 нысанаға дәл тигізетін болса, ол ұтады. Егер де Халид Роналдоны жеңіп кететін болса, мен оған $1 миллион беретін боламын. Мен оны просто так алып кете салсам бола ма? Сен өзіңнің мүмкіндігіңді қаншаға бағалайсың? Менің ойымша 50-50. Криш, бұған қалай қарайсың? Халид, қалаған кезінде сен тебе аласың. Жүздеген миллион адамдар сені қарап отыр. Әзірге 0-0. Роналду, енді сенің кезегің. Ол қисық кетті. Құдайым. Халид, бұл сенің мүмкіндігін. Бұның бәрі бекер емес. Бұл әрі сенің соңғы мүмкіндігің болуы мүмкін. Кешіріңіздер. Халид, сен дәл қазір Роналдоны жеңіп жатсың. О, құдайым. Алайда, Халид, саған әлі екеу бар. Әлі ойын біткен жоқ, әлі жалғасады. Жақсы, Роналду, өзіңнің үздік екеніңді көрсет. Халид, сен миллионер атанып кету мүмкінсің. Бұл Роналдуға есепті теңестіруге мүмкіндік. Халид, саған тағы да мүмкіндік туып тұр. Алға, бауырым, алға. Сенің қолынан келеді. Менің ойымша, Роналдуға бұл $1 миллион керек емес сияқты. Адам теңсіз, бірақ Халид 2 ұпайға алдыға шығып кетті. Енді Роналдуға ұту үшін барлық 3 ұпайды алу қажет. Сен мына 3 ұпайдың барлығына тигізе аласың ба? Шынымды айтайын ба? Жоқ. Бұл әлем тарихындағы ең үздік камбэк болуы мүмкін. О, құдайым, бұл сенің мүмкіндігің ғой, Халид. Кәне, Халид, өзіңнің өнеріңді көрсет. Сен қазір тегістен миллионер атану мүмкінсің. Халид, сәттілік, қобалжыма, давай. Мен сенімен мақтанамын, бауырым. Міне, Халид, сенің $1 миллион. Эй, Роналду, көрермендерге тіркелуді сұрасай. Иә, достар, менің Криштиану арнама және де Мистер-Бистің арнасы және де қазақша футбол арнасына тіркеліңіздер. Иә, достар, осымен видео аяқталды. Мен бүгін қазақша футбол Криштиану Роналду мен Мистер-Бистің челленджін аударған болатынмын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.